Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін бешбармақтан қалған аз ғана ет пен картоптан керемет оливьеден де дәмді салат дайындаймыз. Ең алдымен жұмыртқадан жұқа омлет пісіріп алуымыз қажет. Жұмыртқамызға дәміне қарай тұз, бір ас қасық сүт құйып, мұқият араластырамыз. Осы уақытта табамызды қыздырып, аз ғана сұйық май құямыз. Жұмыртқалы массамызды теңдей екіге бөліп, екі жұқа омлет пісіріп аламыз. Табамыз қызған соң ең баяу отқа қоямыз, бетін жауып 2 минуттай пісіреміз. Омлеттің бір ғана бетін пісірдік, сонда омлетіміз барынша нәзік болып, оңай оралады. Сәл суыған омлеттерімізді тығыз етіп, ұлу секілді етіп орап аламыз. Келесі кезекте етімізді майдалап 4 бұрышты етіп кесіп аламыз. Бұл жерде менде небәрі 160 грамм піскен ет. Толық рецепті барлық грамдарын видеоның астындағы сипаттама бөліміне жазып кетемін. Құрметті менің алтындай көрермендерім, осындай өзіміздің қазақ тіліміздегі видеоларды қолдап, тегін лайктарыңызды аямай басып, кез келген пікір қалдырыңыз. Әрбір пікір, әрбір лүпіл каналдың дамуына әсерін тигізеді. Ал жаңа көрермен болсаңыз, подписаться батырмасын басып, каналға тіркеліп алыңыз. Туралған етімізді әзірше бөлек ыдысқа орналастырамыз. Енді тұздалған қиярды майдалап 4 бұрышты етіп тураймыз. Қаласаңыз, ірі үккіштен өткізсеңіз болады. Туралған қиярымызды да әзірше бөлек ыдысқа алып қоямыз. Бір үлкен картопты осындай ірі үккіштен өткізіп аламыз. Салатымызды жинауға кірісеміз, осындай дөңгелек ашылатын форманы қолданамын. Диаметрі 15 см. Ең бірінші етіп, үккіштен өткізілген картоптың жартысын орналастырамыз. Салатымыз формасын жақсы ұстау үшін қасықтың көмегімен картопты тығыздап шығамыз. Үстінен аз ғана тұз себелейміз, майонез қосамыз. Қасықтың көмегімен біркелкі етіп жайғастырамыз. Келесі қабат ретінде майдалап туралған етімізді орналастырамыз. Менде бүгін жылқы еті, кез келген қызыл ет түрін қолдана беріңіз, сиыр еті, қой еті де жарайды. Келесі қабат майдалап туралған, тұздалған қияр. Қиярдан кейін мол етіп майонез жағамыз. Келесі қабат көк ас бұршақ. Қаласаңыз, қабаттардың бірі ретінде шампиньон саңырауқұлақтарын пиязбен бірге қуырып қоссаңыз болады. Салат одан сайын ерекше бола түседі. Көк ас бұршақтан кейін тағы да майонез қабаты болады. Кейін барлық қабаттарды қайталаймыз. Қалған картопты орналастырамыз, аз ғана тұз себелейміз, майонез жағамыз. Видео ұнаса, пайдалы болса, лайктарыңызды аямай басып, каналға тіркеліңіз, пікір жазуды да ұмытпаңыз. Картоптан кейін қалған етімізді орналастырамыз. Қалған тұздалған қиярды орналастырамыз. Майонез қабаты және де көк ас бұршақ қабаты. Енді омлеттерімізді дөңгелек етіп кесіп аламыз. Салатымыздың бетіне әдемі етіп, тығыз етіп орналастырамыз. Дөңгелек форманы шешпес бұрын салатты кем дегенде 2-3 сағатқа тоңазытқышқа жіберу керек. Мен асығып бірден шешіп алдым, сонда да формасын жақсы ұстады.
Бұл салатты 7 жылдан бері оливьенің орнына дайындап келе жатырмын. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, дастархандарыңыз жақсылыққа жайылсын. Сіздермен болған Салтанат жаңа видеоларда жүздескенше. Құрметті көрермендерім, сіздер үшін әрдайым ең жақсы рецептерді ұсынамын. Каналымда неше түрлі тағамдардың, салаттардың, тәттілердің де рецептілері көп. Каналға міндетті түрде тіркеліп алыңыздар, пайдалы болады деген үміттемін.